Қайырлы таң достар. Бүгін Қарғалы ауылының жоғары жағында Лепсіге бір 11 километр қалғанда қондық. Енді осы жерден Лепсіге қарай жүреміз. Түнде жаңбыр жауды, біраз қатты жел болды. Осы саяхаттағы ең бірінші қатты жел болды. Дауысы деген кәдімгідей сақырлап кәдімгідей. Бүгін жаңбыр да жауатын шығар. Бұлт болып тұр. Болады да жалпы сондай жаңбырлап та болады дейді ғой. Бұлт сондай болады дейді. Сондықтан саяхатта біраз кедергі болайын деп тұр, бірақ біз тоқтамаймыз. Сондықтан кеттік достар.